Баршаңызға қайырлы күн. Өте дәмді холодныйға қоятын сырный шарики дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, үкіштен өткізілген 200 грамм сыр, 80 грамм ұн және дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Осының барлығын жұмыртқаға қосып, қамыр илейміз. Барлығын біріктіреміз. Барлығын біріктіріп болған соң, кішкентай бөлшектерге бөліп шығамыз. Весімен бөлсеңіздер де болады, немесе көз мөлшерімен бөлсеңіз болады. 25-30 штуктай шығады. Осылай бөліп қоямыз. Кішкене 10-15 минут тұру керек. Сол кезде бірігеді. 10-15 минуттан кейін қолымызды майлап алып, осылай домалақтап шығамыз. Домалақтап алған сырный шариктерімізді қызып тұрған майда қорып аламыз. Осылай бір-бірлеп салып, араластырамыз, бір-біріне жабысып қалмау үшін. Екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Осылай екі жағы қызарып піскен соң, шариктерімізді тарелкаға түсіріп аламыз. Осымен біздің сырный шариктеріміз дайын. Өте дәмді, холодныйға қоюға өте керемет. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.